Söylevge şamam kelmeyday, balası tüzü atana, jaman bolsun demeyday, birligin bolsun karagım. Әрқайсымыздың Аллаға шүкір ата-анамыз бар. Ата-анамыздың арқасында біз дүниеге келдік. Аллаға шүкір кейбіреуіміздің ата-анамыз тірі, кейбіреуіміздің өкінішке орай бақилық болды. Бірақ біз қаншалықты ата-ананың қадірін білеміз. Осы жайында Алла Тағала Құран кәрімде былай дейді: Раббың өзіне ғана ғибадат етулеріңді, әке-шешеге жақсылық қылуларыңды әмір етті. Ата-ана отбасының алтын діңгегі, негізі. Осы дүниеге келуімізге себепші болған әуелі Алладан кейінгі ол ата-ана. Ал ата-ананы ардақтамайтын халық жоқ. Асыл дініміз бен халқымыз қазақта ата-ананы